Түлкі мен тырна. Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Түлкі бір күні тырнаны қонаққа шақырыпты. Тырна, маған қонақ болып кет. Тырна белгіленген уақытта келді. Кел, тырна, кел, сені көргеніме қуаныштымын. Түлкі тамақты екеуіне де тәрелкеге салды. Же, тырна достым, же, ұялма. Тырна қанша тырысса да түлкінің берген тамағын жей алмады. Ұзын тұмсығымен тәрелкені ары тоқылдатып, бері тоқылдатып, тамақты татып та көрмеді. Түлкі өзінің тәрелкесіндегіні тілімен жалап жеп қойды да тырнаға айтты. Кешір, тырнажан, саған беретін басқа менде еш нәрсе жоқ. Жарайды, сен де маған қонаққа кел, деді тырна. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Амансың ба, тырнажан, жағдайың қалай? Бәрі жақсы ма? Қайырлы күн, түлкішек, сені күтіп отырмын. Тырна түлкіні үйіне кіргізіп, үстелдің үстінде сұйық тамақ құйылған биік, жіңішке құмыраны беріп айтады. Же, түлкіжан, же, ұялма, шамам келгенше дәмді дайындауға тырыстым. Түлкі құмыраның ар жағына бір, бер жағына бір шығады, ал құмыраның мойны жіп-жіңішке, ұзын. Түлкінің тұмсығы ең болмаса тілімен жалауға да жетпеді. Ал тырна тамақты ұзын тұмсығымен ішіп жатып, түлкіге қулана қарап қояды. Түлкі, сен неге ішпейсің? Менің тамағым ұнамай ма? Түлкінің көңіл күйі түсіп, қоштаспастан есікті қатты жауып шығып кетті. Ал тырна болса қанатын қағып қала берді. Содан бері тырна мен түлкі дос болмайтын болды.